бір ауыз өтірік сөз тұтас өмірді ойран етуі мүмкін. Өтірік жарасы жазылғанымен оның ізі мәңгілікке қалады. Адам өз атынан сөйлегенде өзіне неғұрлым азырақ ұқсайды. Оған бетперде беріңіз, сонда ол бәріне шындықты айтады. Шындық деген адамды жаралар да тазалар. Өтірікке әйтеуір ертелі кеш жаза бар. Абайлап сөйле аузыңа, дұшпанның бірі тіл деген. Өзіңе жеңіл болғанмен, өзгеге ауыр зіл деген. Шын екен деп иланба жалғаншының сөзіне. Сырттан ғайбат қылғанша, айт көзімен өзіне. Құдайдан қорыққан мұсылман қарауыл қояр сөзіне.